Шабыт жоқ. Кез келген іске шабыт керек. Өзін-өзді күштеп жазғаннан ештеңе шықпайды. Жазу керек, бүгін жазып тастауым керек дегенмен ештеңе жазылмайды. Онда күшеншек ақын, күшеншек жазушы шығады. Ал күшеншектің қолынан шығатыны шала жансар дүние. Ал мен үшін басты қағида оқырманыма піскен толымды дүние беру, ол менің басты ұстанымым. Шабыт құсым қайда, оны өзімде білмей дал болып отырмын. Шабыт деген көз алдыма кішкентай түрлі түсті реңде құбылған кішкентай сиқырлы құс түрінде елестейді. Ол шамшыл, кінәмшіл, кірпияз, өте өкпешіл. Міне, осы шабыт құсым бүгін қолыма қонбай, жазғым келген дүние тек ойымда сайрап тұр. Қолыма қалам алсам, ойым жамыраған қойдай болып жан-жаққа бытырай жөнеледі. Шабыт құсым қайда әлгі қанатымен көңілімнің терезесін сабалаған деп жыр жазған ақын Рафаэль Ниязбеков. Шабытымды қалайша шақырмақпын, ақыл қосыңыздаршы.